Hello, dear student. Page 90, listening radio interview. Vocabulary, healthy habits. Сәлем, құрметті оқушы. Бүгін 90-шы беттегі жаңа сөздер. Healthy habits. Здоровая привычка дейді ғой. Жақсы әдеттер, өзіміздің денсаулығымызға пайдалы әдеттер. Мына жаңа сөздерді оқып аударып беретін болсам, 4-ші тапсырмада. Come on, you worked hard all day. It's time to take a break. Жүр, бүгін көп жұмыс жасадық, үзіліс алатын уақыт болды дейді. Екінші сөйлем. No wonder you can't find your science project. Сен өзінің ғылыми проектіңді таба алмағанына еш алаңдама дейді. Тони, партаңа қара, жинақтал дейді. Be organized. You have to be organized. Жинақтал, есіңді жи деген секілді. It's easier that way. Бұл өте оңай дейді. Сонда be organized деген жинақтал деген сөз. Үшінші, dentists say it's okay to brush your teeth 3 times a day. Тіс дәрігерлерінің айтуы бойынша, тісіңді күніне 3 рет тазаласаң, бұл жақсы болады деген сөз. Нормально деген сөз. Төртінші, drink water before you go for a run, but don't have too much. Жүгірердің алдында су ішіп ал дейді. Drink water. Бірақ та өте көп ішпе дейді. Бесінші, do you have a hobby? You know, reading, playing video games, doing a sport. Сенде хобби бар ма дейді. Сен білесің дейді, оқу, кітап оқу болады, видео ойындарын ойнау болады, немесе спортпен шұғылдану деген секілді. Алтыншы, have you had dinner at Rachel's house? Her dad's a great cook. He likes to cook fresh food and he makes the best pasta I've ever tried. Сен Рейчелдің үйінде кешкі ас іштің бе? Қыз бала, Рейчел деген. Оның әкесі керемет тамақ жасайды. Ол сондай свежий, балғын тамақтарды жасағанды жақсы көреді. Әнді оның ең жақсы тамағы дейді, күшті жасайтыны ол паста дейді. Паста деген ұннан жасалған тағам. 7. You have to exercise regularly, Tom. You will feel much better for it. Come for a run with me tomorrow. Сен, Том, жаттығуды регулярно жасауың керек. Өзіңді жақсы сезіну үшін жүр, ертең менімен бірге жүгір дейді. 8. I think you are eating too much cake and chocolate. Sam, you need to eat fruit and vegetables. Менің ойымша, сен өте көп торт пен шоколад жейсің, Сэм. Саған фрукты, жеміс-жидек және де көкөністер көп жеу керек дейді. 5-ші тапсырма. 4-ші тапсырмада take a break деген үзіліс алу, be organized жинақталу, brush your teeth тісіңді тазалау, drink water су ішу, have a hobby болу, cook fresh food балғын тамақтар жасау, әзірлеу, exercise regularly регулярно, постоянно жаттығу жасау, eat fruit and vegetables фрукты мен және көкөністер жеу. 5-ші тапсырмада сұрақтарға жауап бер дейді. How often do you exercise? Сен қаншалықты жаттығу жасайсың? What sort of exercise do you do? Сен жаттығудың қандай түрін жасайсың дейді. I do exercise 2 or 3 times a week. Мен аптасына 2 немесе 3 рет жасаймын, шұғылданамын жаттығумен. Мен скакалкамен секіремін, менің бұлшықеттерімді қатайтамын, және де таңертең жүгіремін дедім. Muscles strong and run in the morning. Екінші сұрақ. How many glasses of water do you usually drink each day? Күнде сен қанша стакан су ішесің дейді. I drink 5 or 6 glasses of water. Glasses of water. Of деген предлог түсқапты. Every day. Мен күнде 5 және 6 стакан ішемін. Үшінші. Why is it important to cook with fresh food? Неге сондай свежий тағамнан тамақ жасау маңызды дейді.
It is very important, ол өте маңызды, because it's useful for our health, біздің денсаулығымызға пайдалы. Свежийлар, spoiled food is harmful, ал бұзылған тамақтар бұл зиян әкеледі біздің денсаулығымызға. Сабақ осымен аяқталды. Қош сау болыңдар.